Саламатсызбы? Эгер сиз биздин каналга жаңыдан болсаңыз, жазылыңыз, лайк басууну унутмаң. Лайк басканлардан Алла разы болсун. Ресейде мистер Сидор сусыннан уланып, 28 адам қайтыс болды. 40-тан астам адам ауруханада емделіп жатыр. Бұл туралы РПК хабарлайды. Роспотребнадзор басшысы Анна Попова жағдайға реакция білдіріп, барлық өнімдерді айналымнан шығаруды бұйырды. Қазіргі уақытта адамдар Ульяновск облысының Димитровград қаласындағы Сыра территориясы және Бирхаус дүкендерінен сатып алынған мистер Сидор сусыннан уланғаны белгілі. Удмуртияда 1 адам, Ульянов облысында 18 адам, Самара облысында 7 адам, Нижний Новгород облысында 2 адам қайтыс болды. 2020 жылдан бастап мистер Сидор сусыны Самара облысының Винтай ауылында құрылған Варка жеке сыра зауытында шығарылады. Жеткізуші жеке кәсіпкер 32 жастағы Гусейнов Анар Афат оғылы қамауға алынды. 2020 жылы тіркелген зауыттың негізгі қызметі көтерме және бөлшек сауда және сыра, алкоголь, су, шырындар, кондитерлік өнімдер, темекі, теңіз өнімдерін тасымалдау.